Қазақстан баспасөз клубында 2019 жылдың 21 ақпанынан бастап көрерменге жол тартқан Домбыра телеарнасының іске қосылуына арналған баспасөз мәжілісі өтті. Қазақ халқының өмірінде маңызды орын алатын төл аспабымыз домбырамен аттас бұл телеарнаның ашылуы жөнінде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртістері Секен Тұрысбеков, Рамазан Стамғазиев, Айгүл Үлкенбаева және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мұқасан Шахзадаев сынды өнер өкілдері үлкен қуанышпен хабарлады. Телеарна саласында біраз тәжірибесі бар. Осыдан 2 жыл бұрын Жұлдыз ТВ музыкалық телеарнасын іске қосқан арна басшысы Қанат Ержігітов Домбыра телеарнасын ашу көптен бері көкейінде жүрген ой екендігін атап, баспасөз мәлімдемесін ашты. Көптен көңілде жүрген осы бір ойымыз еді осы Домбыра телеарнасы. Телеарна саласында бірінші рет емес, біз 2,5 жыл бұрын ашылған Жұлдыз музыкалық телеарнамыз бар. Соның жанынан Домбыра телеарнасын ашып отырмыз. Осыған түйткілі болған елбасымыздың былтыр 1 июльде Домбыра күні деп жариялауы. Соның аясында осы арнаны ашып жатырмыз. Енді ашу жағына келетін болсақ, материалдар өте аз, тың дүниелер жоқ. 1,5-2 ай болды. Алматы, Астана қалаларында түсірілімді бастадық, қорды жинадық. Халық аспаптарды дәріптеп, оларды жаңғырту керек екендігін сөз еткен күйші композитор Секен Тұрысбеков өз пікірмен бөлісті. Көңіл қуанарлық үлкен шара. Жаңа айтылып жатқандай, Әуезовтің айтатыны бар еді. Қазақтың қасиеті мен ұяты ол тек қана күйінде ғана қалды деп. Енді бір өзге бір өнерге бір қарсылығым емес. Даңғаза музыканың жаулап бара жатқандығы жаныңда ұртады. Келер ұрпақтың жаңағыдай ағымын тыңдау қабілетін төмендетіп, жалпы жұртқа белгілі эстрада бір жеңіл жанр екендігі. Бірақ эстраданың бәрін жоққа шығаруға болмайды. Оның да есті дүниелері болады. Осы эстрадаға домбыраны енгізудің өзі, ондадағы бір мақсат ұлттық бояуменен жаңағы өрнектеу, жастардың, балалардың құлағына ертерек сіңдіру деген секілді. Сондықтан әрбір қазақтың үйінде төрінде босағасында төрінде домбыраның тұруы. Содан кейін жаңағы үйде әр уақытта қазақтың күйі, қазақтың үні, әуені, әні кез келген үйде магнитофон арқылы орындалып жатса да, ол да жаман болмас еді. Баланың құлағына бесікте жатқаннан сіңдіріп өсірсе деп. Одан кейін бақшаға барғанда да дәл сондай. Одан кейін мүмкін болса бақшадан бастап балаларды сол қазақ тіліне қарай бейімдеу. Ертеме кешпе барлық бақша қазақтың тілінде болатын шығар, ол күнге де жетерміз. Сол сәл күндер өткеннен кейін қазақтың мектептерінде жаппай қазақ мектебі жасау. Одан кейінгі аржағында 10 жылдан кейін университеттерді, өзгені де колледжларды қазақ тіліне. Біз өзіміздің елімізде, жерімізде өз тіліміз жат болып бара жатқан сияқылды. Сөзіңнің сиқы түзелмей, көзіңнің жасы құрғайма деген. Сондықтан ештен кеш мынау жасалып жатқан домбыраның үні, домбыраның сазы және қазаққа тән өзге де аспаптарды жарыққа шығару, соны жаңғырту, рухани жаңғыру дегенімізге осы тәнбе деп ойлаймын. Мәжіліс барысында дәстүрлі әнші Рамазан Стамғазиев елдің даму кезеңінде қазақ халқының өзіндік ұлттық құндылықтар мен мәдениетін дәріптеу бірінші орында болуы тиісті екендігін айтты. Енді бұл мәселеде айтылатын шаш етектен проблемалар өте көп. Біз тәуелсіздік алғалы бері тәуелсіздік таңының қаншама атып келе жатыр. Біздің ұлттық дәстүрлі орындаушылар, дәстүрлі саласындағы көптеген дүниелер кенжелеп қалды. Кенжелейтін себебі бізде үкімет басындағы идеология деген нәрсені дұрыс жолға қойылған жоқ. Қазіргі кездің өзінде қарап болсаңыз, белгілі мысалы Қазақстан ұлттық каналында, Алматы каналы болмаса хабардан болсын, бір шағын ғана программалар, қалғанның бәрі қазіргі кездегі саясат, соның жеңіл қолды басқа шоу программаларменен айланып кетті. Енді алыстағы жатқан ел бар,
біз өткенімізде білмей болашақты болжауға болмайды деген керемет тәмсіл сөз бар. Егер біз болашақтағы мына балаларды тәрбиелейтін болсақ, 24 сағат айналып кәдімгі көрсетіп тұратын біздің жаңағы айтылып тұрған қарт қобызымызбенен мына қара домбыра, қазақтың анау халық әндері, халық композиторлары, кейінгі заман композиторлары, бүгінгі заман композиторларының мысалы кез келген баладан сұрасаң білмейді. Оны білу үшін, оны көрсету үшін арнайы осындай телеэкрандар керек. Өйткені 24 сағаттың ішінде мысалы біз бір жаңалығымызды біздің Қазақстан бойынша қаншама байқаулар, конкурстар өтіліп жатады, соның біреуі мысалы халыққа жетпей жатады. Неге? Өйткені идеологияның дұрыс жолға қойылмауы. Ал енді мына қазіргі ашылып жатқан домбыра деген каналдың ашылуына біз екі қолымызды көтеріп атсалысып отқан себебіміз, біз ойлаймыз, мына болып жатқан балабақшадан бастап жаңа Секен ағамыз айтып отырған кешегі оқу орындарындағы қаншама байқаулар бар, халықаралық деңгейде шығып жатқан біздің балаларымыз бар. Осы қазақтың ұлттық аспаптарын көтеріп жүрген, қара домбыраларын әнін айтып жүрген, жырын жырлап жүрген, жыраулар дастан айтып жүрген адамдар бар. Солардың бәрі дәріптеу үшін осындай бір үлкен канал керек. Осыны айта 6 айды Жамал апам қардайды дейді, айта жүріп бүгін мынау ашылады дегенді естіп жүгіріп осында келдік сіздермен кездесуге. Әрине, басқаша жаман бұл ғана жақсы дейтін әңгіме емес. Біз енді ел болғаннан кейін, жұрт болғаннан кейін, қазақ деген ұлт тұрғаннан кейін оның ұлттық құндылықтары жоғарыда тұру керек. Оның бәрін әрине елбасы өткенде өзінің мақалаларында кейінгі жариялаған дүниесінде айтып жатыр. Ұлттық код қайдан шығып жатыр? Осы нәрселерді көтермесек біз жай айғайдан түкке шықпайды. Қазіргі кезде, баяғы кезде ғой гастрольді етіп, айлап, жылдап жүретініміз. Қазір онда гастрольдер жоқ. Біздің қазіргі мына цифрлы Қазақстанда көрініп жатқан, айтылып жатқан жаңалықтарымызды бірден бір уақытты күттірмей, бүткіл әлемге жар салатын белгілі бір каналдар болу керек. Соның бірі, мен ойлаймын, осы іргесі кәдімгі қазығы қағылып, алдына үлкен жоспар қойған осындай үлкен каналдың ашылуын мен құптап арнайы келдім осыны. Сонау кеңес одағы кезінде гастрольдік сапарларын еске ала отырып, домбыра ата-бабамыздан қалған құнды мұра екендігін атап өткен белгілі күйші Айгүл Үлкенбаева өз ойымен бөлісті. Бүгінгі бас қосып отқан себебіміз осы домбыра каналының ашылуы, бәріміздің көптен күткен, жалпы халықтың көкейінде жүрген өзекті мәселенің бірі еді. Олай айтатын себебім, біздер сол кеңес одағы кезінде гастрольдік сапарға мынау көрші мемлекеттерге шыққанда солардың 24 сағат бойына өз тілдерінде, өз музыкасын дәріптеген көргенде қатты қызығатынбыз. Сол уақыт енді кеш болса да қазақ айтады, ештеңе кеш жақсы деп, бүгін осы бізге де туып жатқанына біз қуаныштымыз. Осы хабар жеткелі бәрімізде осы қуаныш үстіндеміз. Сондықтан мынау домбыраны қазақтың мынау ата-бабамыздан қалған қымбат мұра деп білу қажет, өйткені рухани азық сол домбырадан басталады. Домбыра біздің жанымыз, қанымыз, тарихымыз, барымыз, болмысымыз, былайша айтқанда. Сондықтан ежелден қазақтың баласы домбыраны білмесе, ол өзінің ұлтының, халқының жанын түсінбейді деп есептеген. Мынау былтыр домбыра күнде президенттің тағы бір айтқан жақсы сөзі бар, домбыра біздің ұлттық кодымыз деген. Сондықтан осы ұлттық қасиеттерімізді сақтап қалу, оның ішінде әдет ғұрпымыз, осы музыкамыз, әдебиетіміз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымызды сақтап қалатын осындай қадам, осы жасалып жатқан қадам сол ұлттық жаңағы айтқан былтырғы домбыра күнінің бір жалғасы деп біздер қабылдаймыз. Тамаша қадам. Сондықтан осы каналға біз өміршеңдік тілейміз. Болашақ осы ұлттың рухани түлеуіне, жаңғыруына, жасандыруға осылай үлес қоса берейік деген тілек айтқым келеді. Рахмет. Қазақ өнерінде өзіндік ерекше орны бар келесі спикер, өнерлерінің даму жолында домбыра ерекше орын алғандығын айтып өтті. Бірінші қанат бауырыма осының бәріне бас көз болып шырылдап жүрген ұлттық аспаптарымыз домбыра деп телеканал ашам деп шырылдап жүрген қанат бауырыма үлкен рахметімді айтамын, алғысым шексіз. Бұл тамаша дүние, түсінген адамға шын мәнісімен бұл қазіргі мына бастауымыз осы домбыра каналымызды бір үлкен деңгейге көтеріп алсақ, ол біздің үлкен жеңісіміз деп білемін. Мысалға, қысқаша айтқан кезде, домбыра болмаса
нұрмұқасан болмас еді, шын мәнісімен. Сондықтан қадамымыз оң болсын. Сонымен қатар Қанат мырза тәулігіне 24 сағат бойы эфирде болатын Домбыра телеарнасында танымдық әрі тәлімгерлік мақсатта түрлі бағдарламалар болатынын ескертіп, болашақта өзге елдерде тұратын қандастарымыздың арасында сақталған қазақтың халық әндерін орындау байқаулар болатынын хабарлады. 24 сағат беру оңай емес. Жыр термелеріміз, қазақтың дәстүрлі әндері, күйлер, одан басқа мына домбыра үйрену сабақтары, содан кейін біздің мынау домбыра шеберлер жайында бағдарламалар болады. Содан кейін ары қарап тағы да осындай бір фестивальдер өткізсек дейміз. Қазір мынау Алматы әкімдігі, Астана әкімдігі мен домбыра күн фестиваль, үлкен үкілі домбыра деген үлкен фестиваль өткізсек дейміз. Соны тікелей эфирде Қазақстанға берсек дейміз. Сондай жоспар бар. Тағы да зеріктедік. Қытай мемлекетіндегі Тарбағатай, Алтай, Монголия жақтарда, мынау Ресей, соларда YouTube каналдарын қарасақ, қазақтың ескі халық әндері көп екен. Осы болашақта сол әндерге кастинг жарылап, сол әндерді кім жақсы орындайды, соларды өзіміз түсірсек дейміз. Мынау қазақтың кең даласын көрсетіп, қазақтың пейілін көрсетіп шығамыз. Монголияға, бәр жаққа барсақ дейміз. Бәрі осы мынау сол ескіліктің бәрі сол кісілерде жатыр ғой. Қазіргі таңда IDTV, YouTube және барлық әлеуметтік желілерде таралып, өз ана тілімізде күй, ән мен жырдан шашу шашып, ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін Домбыра телеарнасы болашақта көрерменнің көз айымына айналады деген сенімдеміз. Қазір телеарна IDTV кабельдік жүйесінде тұр. Содан кейін спутниктік отау, содан кейін цифрлы Қазақстан соған шығамыз. Мақсатымыз әрбір қазақтың үйінде қарекей ағаларымыз, аталарымыз, апаларымыз бар. Сол кісілер осы арнаны қосып, қазақтың домбырасын, қазақтың әуенін көріп отырса, ортау болып біз қарап, қасында ойнап жүрген балалар тыңдаса екен, соларға сіңсе екен деген домбыра деп біз атын қойдық. Елбасымыз бұл домбыра қазақтың паспорты, қазақтың бренді, қайталанбас келбеті деді. Қадыр Мырзайылов ағамыздың сөзі қалды ғой. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Домбыра дегенде бұл каналда тек домбыра болмайды. Халық аспаптар, барлық осы аспаптардың бәрі болады. Жаңалықтар Домбыра телеарнасында.